Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сүзбелі конверт деп аталатын печенье пісіретін боламыз. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Алдымен еріп тұрған жұмсақ сармайды ыдысқа саламыз. Одан кейін жұмыртқа және де 150 грамм қаймақ салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Майы ерігенше араластырамыз. Сол үшін жақсы еріп тұрған майды қолданған дұрыс. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне ұнның үстіне жарты шай қасық разрыхлитель қосып електен өткіземіз. Енді қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ қамыр шығады, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Салмасына сүзбе, шекер және де 1 жұмыртқа және де 1 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сізде блендер болса, онда тіптен жақсы болады. Салмамыз дайын болса, енді қамырды алып, оны 2-ге бөлеміз, зуала жасаймыз. Енді бірінші қамырды алып жаямыз, орташа жұқалықты болу керек. Қамырды жайып болғаннан кейін дәл видеодағыдай қамырды кесеміз. Егер сіздерде ирелек кескіш болмаса, жай ғана пышақпен кессеңіздер болады. Барлығына салмасын салып шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, дәл видеодағыдай етіп жасаймыз. Барлығын түйіп болғаннан кейін табаға салып, қызып тұрған пеште 20-30 минутта пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқа ештеңе жақпаймыз. Міне піскеннен кейін мен бетіне қант ұнтағын сеуіп, әдемілеп қойдым. Дәмі өте керемет шығады, сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер, және де менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.